Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ағаттық. Колледждің 2-ші курсын бітіріп жатқан аяулым үйіне асығыс келе жатыр. Орташа күйі бар отбасыларында әкесі де шешесі де жұмыссыздықтың қоғамдық жұмысында. Аяулымнан үлкен әпкесі Арайлым былтыр аяқ асты тұрмыс құрды. Әдеттегідей алып қашу құрбаны болды. 1 жылдан асып бара жатса да, әке-шешесі артынан жүгін апара алмай жүр. Ол әпкесінің де айгүні жақын. Кешегіде анасы жылдамдатып барамызбен бара бермесек, ертең шілдеханасына да бесік апарып, ойыншықтарын апарып шашылып қалармыз деген. Үйінің осы қаржылық тапшылығын жас көкірегімен сезініп ауыр қабылдайтын аяулым қанша тартымды, қаншалықты сұлу сүйкімді болса да, күйеуге тию дегенді ойламайды. Арманы колледжді бітіріп жұмыс істей жүгіріп оқуға түсу. Қайткенде де ата-анасына көмектесіп, өзінен кейінгі 3 ұлды жетілдіруге атсалысу. Бүгінде сол ата-анасы жұмысқа кеткен 3 бауырының ас-суын беріп, сабаққа келуін қадағалау. Жанға жайлы жаңбырлы мамыр айы. Мектеп сабақтарының аяқталып келе жатқаны, үлкені 6-шы сынып оқитын, ортаншысы 3-ші сынып оқитын ұл балдарға 3 жасар інілеріне қаратпай далаға ойынға шақырып тұрады. Соны ойлап аяулым көше басынан 150 теңгелік таксиден асығыс түсіп, үйіне бет алды. Көшенің басынан өз үйіне дейін бір шама жер. Бұл таксиден түсіп үйін бағыттап жүріп келеді. Көше асфальты жоқ, ат шаптырым кең көше. Әудем жерде алдында жеңіл көліктің тұрғанын көріп келеді. Жақындай бере байқағаны көлік сыртында артқы есігіне үңіліп тұрған Құрбан деген жігітті байқады. Құрбан аяулымға үйленейік деп сөз айтып жүрген Парахаттың досы, танысы. Парахат онша көп бұзықтығы жоқ, жуастау, сөзге көнгіш жігіт, аяулымға сөз салушылардың бірі. Сонда бір сөз салғанда аяулым өзінің ойын, алға қойған мақсатын айтып, ал соған дейін күтем десең, мен саған тием деген болатын. Сонда да ара-тұра аяулымға телефон шалып, жақсы көретінін есіне салып, WhatsApp арқылы фото-видеолар жіберіп, кездесуге серуендеуге шақырып жүреді. Көліктің қасына таяп қалғанда, жалт бұрылып қараған Құрбан, көлік есігін шала жабыңқырап, «О, аяулым, қалайсың? Колледжден келе жатсың ба? Кешке Парахаттың үйінде мереке бар. Соған барасың ба? Барсаң келіп алып кетеміз. Парахаттың үй жайын көресің», деп жолын кес-кестеді. «Ойында ештеңе жоқ, аяулым. Рахмет, жігіттер. Бірақ өздерің білесіңдер, жұмыстан шаршап келетін әке-шешем, киімдерін жуып тазалап беретін інілерім бар. Соларға қарауым керек», деп қастарынан жылдамырақ өтіріп бара жатыр еді. Дүние төңкеріліп кеткендей, аяғы аспаннан келгендей боп кетті. Сөйтсе бұның өткені күтіп тұрған Құрбан арт жағынан құшақтай алып көлікке көтере жөнелген екен. Бастапқыда не болғанын түсінбей қалған аяулым көлікке отырғанда сәл есін жиды. Артқы есіктен бұны салысуға Парахаттың өзі көмектессе, рөлде отырған 3-ші достары Ринат та аяулымның қолынан тартып жатты. Жанталаса қарсылатып жатқан аяулым, «Ту, Парахат, не істеп жүрсіңдер? Жіберіңдер қанекей. Бармаймын дедім ғой ешқайда. Не ерігіп жүрсіңдер? Қазір масқараларыңды шығарып айғайлаймын», дегенше болмады. Көліктің музыкасын бар даусына қойып, аяулымның аузын Парахат алақанымен басып, Құрбан қолдарын ұстап, көлік тұрған жерін шалт бұрылып, көшенің шаңын бұрқ еткізіп, қайтадан асфальтқа шыға берді. Не болды? Күйге түскен аяулым барынша тырысып, жағаласып келеді. Жанталасып терге шомылған киіктің лағындай 17 жасар жас қызға еңгезердей екі жігіт әл берсін бе тұншықтыра отыра берді. Сол жағаласпен бұлқынумен бұлар бір ауылға кіріп кетті. Көліктен бірінші түскен Құрбан, «Ал, сүйіншілеріңді әкеліңдер, айтқан қызды жеткіздім, Ринатты үйлендірдім, Парахатты үйлендірсем, ізінше өзім де үйленем»,
деген уәдемді орындап жатырмын. Әкелген қызды көндіріп, әке-шешесінің алдынан өту, қуғыншылармен сөйлесу енді сендердің шаруаларың. Келінді әкеліп кіргізуді мен атқардым. Ал әкелің сүйіншіні, деп бар даусымен айғайлап сөйледі. 15 минуттық жағаласу мен алқынудан есінің кіресілі шығасылы болып отырған аяулым әлде түс көргендей болып отыр. 2-3 әйел көлікке жақын келіп есігін ашып, көз жасына көміліп жүрегі жарылардай болып отырған аяулымға «Келе ғой қарағым, қадамың құтты болсын», деп көліктен түсіруге имкемдей бастады. «Соңғы қорғаным осы», дегендей аяулым көлік есігінің ішкі жақтауын тірей ұстай алып, «Апайлар, мен күйеуге шықпаймын, үйімді қараусыз інілерім қалды. Мен тұрмыс құруға дайын емеспін. Апайлар, жалынайын, жіберіңдерші мені. Жағдайымды түсініңдерші. Сендердің де қыздарың бар ғой, апайлар-ау. Жаным күйіп барады, жіберіңдерші», деп қолынан тартқылап, қауқылдасып әйелдерге сөзін өткізе алмай жатыр. Саналарына «Той боларды, тойлаймыз, келінді көндіріп берсек, ақысына қымбат мыта аламыз», дегенді құйып алған адуын қатындар қайдан тыңдасын. «Ой, келінжан саспа, бәрі жақсы болады, бәріміз де осылай келгеміз. Парақаттай алтын күйеуің болса арманың не? Жігіттің төресі ол. Әл, көндігіп үйреніп кетесің, келе ғой, қорықпа», деп көліктен түспей отырған аяулымды әурелеп жүргенде, көліктің екінші жағынан келген құрбан қолдарын ауырта қайырды да сыртқа итеріп жіберді. Сыртқа шыққан аяулымды қаумалап қоршап ұстаған қатындар күштеп орамал салды. Аяулымның жалынышты сөздері жалынған ешкімді де селт еткізбеді. Ішке күштеп кіргізіп, бір бөлмеге қамғасып, бар шаруаны тындырдық деп енді ата-анасына хабаршы жіберуге жолын қарастыра бастады. Бар шаруаны ерлікпен аяқтаған үштік ата-анадан рұқсат алып, қуғыншылар келіп біткенше бойта салама арақ шарабын алып басқа үйге кетті. «Бұларға болады, бұларға рұқсат. Бұлар бүгінгі күннің батырлары. Оңай ма саған бір жап-жас қызды көлікке бұрап тығып алып келу?» Аяулымның ата-анасы келісім бермей қайтсын. Айналасы 2 сағат ішінде түгел ағайын қыздың кетуін құлағдар болды. Енді қайтып алып келсе, есік көргені танады. Енді не болса да бұйырғанын көреді деп кешірім берген, дүрілдетіп тойда өтті. 2 аптадан соң аяулымның әке-шешесі қарызданып жүріп тәтті шай берді. Аяулым да басылған, оның үстіне парақатқа бой үйреніп бауыр басып, күйеуім деп мойындады. Көкірегіндегі арман, алға қойған мақсат бәрі жүрегіне шемен бот қатып қалды. Бұл 1-ші бөлім. 2-ші бөлім міндетті түрде шығады.